Сәлем достар, менің есімім Абылай. Бұл менің математикадан сабақ беру үшін ашылған бірінші каналым, алғашқы каналым. Маған подписация етуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге баған түрінде қосуды үйретемін. Баған түрінде қосу өте оңай. Мысалға, бірінші есебімізге келетін болсақ, 59 қосу 38. Баған түрінде шығарғанда ондықтың астына ондықты, бірліктің астына бірлікті жазамыз. Мысалы, 59, оның астына 59, оның астына 38-ді жазамыз. Бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты жазамыз. Жанына қосу белгісін қоямыз. 38, міне бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық. Астын сызуды ұмытпаңыздар. 9-ға 8-ді қоссақ 17. Оның 17 деп жазбаймыз, 7-сін жазамыз. Ал бірін ойға сақтап қоямыз. Енді 5-ке 3-ті қосатын болсақ 8. Бір ойдағымен қосқанда 9. Міне бірінші есебіміздің жауабы шықты. 97. Міне 59 қосу 38 тең болады 97. Ал енді келесі есебімізге келетін болсақ, тура осылай ештеңе өзгермейді. 57 қосу 29. Міне, бірліктің астында бірлік, ондықтың астына ондықты жазамыз. Енді 9-ға 7-ге 9-ды қоссақ 16. Ол жерде де 6-сын жазамыз, бірі ойға. 5-ке 2-ні қоссақ 7, бір ойдағымен 8 болады. Міне, екінші есебіміздің де жауабы шықты. 57 қосу 29 тең болады 86 екен достар. Енді үшінші мысалымызға келетін болсақ, міне 19 қосу 45. Міне тура алдында шығарған екі есебімізден бірдей. Міне бірінші 19-ды жазамыз. Енді оның тура астына ондықтың астына ондықты, бірліктің астына бірлікті жазамыз. Қосудан басымызда 45. Енді міне көрдіңіздер, ондықтың астына ондықты, бірліктің астына бірлікті. Енді біз 9-ға 5-ті қосатын болсақ 14. 4-ін жазамыз, бірін ойға сақтаймыз. Енді 1-ге 4-ті қоссақ 5, міне бір ойдағымен 6. Міне үшінші мысалымыздың да жауабы шықты. 64 екен. Көрдіңіздер ма? Осылай баған түрінде шығару өте оңай. Маған лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.